Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Nur Қазақстан қажылары. Нұрлы Мәдина қаласына қош келдіңіздер. Енді мұна Мәдинада көптеген тарихи орындар бар, көпшілігі біле бермейді. Соны сіздерге таныстыра кетейін деген мақсатта біз осы жерге тоқтап тұрмыз. Міне мынау тұрған мешіт арабша Мәсжидул Ғамама деп аталады. Бұлт мешіті деп сөз. Мына білесіздер ғой, пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның ешқашан көлеңкесі түспеген. Қазір қараңыздар, біздің көлеңкеміз тұр ғой. Пайғамбарымның ешқашан көлеңкесі түспеген. Өйткені күнде бір бұлт пайғамбарымызды көлеңкелеп жүрген. Сондықтан пайғамбарымыз көлеңкесі болмаған. Сол бұлт пайғамбарымыз үйінде болған кезде сол бұлт осы жерге келіп тоқтап тұратын болған. Оның көлеңкесі осы орынға түсіп тұратын болған. Сөйтіп бұл тарихи орынды мешіт салып, бұны Мәсжидул Ғамама дейді, яғни бұлт мешіті деп аталады. Ана отырған мешіт, бұл Әбу Зар мешіт деп аталады. Ана жерде Хазіреті Әлінің мешіті бар. Мына біз қонақ үйде тұрған жерде алдымыздағы мешіт ол Хазіреті Омар мешіт деп аталады. Негізі бұл мешіттердің барлығы сол сахабалардың үйлерінің орны болған. Мына жерде Әбу Зар Ғафари тұрған, ана жерде Хазіреті Әли тұрған, ана жерде Хазіреті Омар тұрған. Мына Осман империясының тұсында сол тарихи орын сақталынсын деген ниетпен сол жердің бәріне мешіттер салдырып тастаған. Енді қазір қараңыздар, маңайымыздың бәріндегі үйлердің бәрі сырылып кетті, бірақ сол мешіттер ғана қалды. Тарих болып қалып тұр, бірақ ол жерде намаз оқылмайды, бірақ сол тарих музей сияқты тұр. Сондықтан да құрметті қажылар, Алла зияраттарымызды қабыл етсін. Қазір пайғамбарымыз мешітіне барамыз, Алла зияраттарымызды қабыл етсін.